Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Ғаламда соңғы 2-3 күннен бері адамзат санасын шексіздікке өткізу үдерісі басталды. Ең қиыны тәннің қатты қарсыласуы, себебі санада қалыптасқан ескі 1000 жылдық ескі матрица қирап жатыр. Организмде мынандай өзгерістер байқалуда. Бас қатты ауырып, көзден от шыққандай сезіледі. Бастың бір бөлігі жансызданғандай болады. Аяқ-қол сәл үйіп қалғандай күй кешеді. Ең ауыр өзгеріс санада өтуде. Ұйқы қысып әлсіздік басады. Бойда күш қалмағандай сезіледі. Бір сөзбен айтқанда, өліп қайта тірілгендей күй. Алайда бұл Құдай болмысының сатысы. Тершеңдік, екі қабырға мен жауырынның ауруы адамды төсекке таңып тастауда. Шексіздікке өту, тар сананы жару рухтар үшін де оңай үдеріс болмай жатыр. Ең ауыр, аяғыңызға тұсау болып тұрған қандай өмірлік проблемаларыңыз бар. Жылдар бойы жаныңызды қинаған адамзатпен бәрімен соңғы рет бетпе-бет келіп, эмоция бұрқ етіп, қайнап, ескі дәптердің бетін мәңгілікке жабатын сәт туды. Өзіңізді тыңдап, ақ дәптер, тағдырдың жаңа жолын бастап, барлық тұсауды қиып өту, қалай болғанда да қиын болса да, ең дұрыс шешімді қабылдауға ғалам сізді табалдырыққа алып келді. Бұл тәндегі ауыртпалық пен өзгеріс ақпан айының 15-не қарай толық аяқталады. Шексіздік циклы сол уақытқа дейін жалғасады. Тән біртіндеп үйренеді. Қарап отырсаңыз, жердің энергиясы секунд сайын, күн сайын өзгеріп жатыр. Сол өзгерісті адамның да өз тәнінде секунд сайын сезінуі оңай емес. Биылғы жыл сана арқылы емдейтін, энергиямен емдейтін рухтар жылы. Медицина жаңа этапқа көшті. Барлық ауруды өзіңіз энергия арқылы емдеуге қабілеттісіз. Шексіздікке біз жаратушымен қайта жаралдық. Ескі болмыстан арылып, жаңа мәнге ие болдық. Бүгін плеядалықтар мен Стриус жұлдыздарынан келген рухтар жерге жолдама жіберді. Олар жердің әр қабаттарында терең өзгерістер жүріп жатқанын хабарлайды. Сана қабаттары жаңарып, адамдардың ішкі энергиясы күшеюде. Гидросфераның жұмысы белсенді. Су көлемі өсіп, табиғаттың өз ырғақтары өзгеруде. Плеядалықтар адамдарға ескертеді. Бұл кезеңде сананы тыныштандыру, ішкі үнге құлақ асу ең басты міндет. Ескі программалар мен сенімдер ериді. Оларды ұстап қалу мүмкін емес. Барлық шешімдер мен жүректен қабылдануы тиіс. Барлық галактика өкілдері бір ауыздан мұнан айтуда. Бүгін шексіздікке алғашқы қадам. Сенің әр қадамың ғаламға әсер етеді. Үштік ғалам порталы ашылды. Рух өз үш болмысының өлшемін танып, ғарыштық кеңістікпен және галактикалармен байланысқа шығады. Ол шексіздікке бет алып, уақыт пен кеңістіктің шекарасынан тыс өзінің түпкі мәнін сезеді. Нағыз тылсымның физикалық әлемдегі ғажайыптары енді басталады. Сана жеткенге қолдарың да жетеді дейді. Енді осылай алтын қанаттарыңмен ұшып жүресіңдер дейді. Жоғарғы әлемге барлық мағынада ұшамыз. Қазір әр планета өз аппараттары арқылы адамдардың тәніндегі ауырлықтарды емдеуде. Мысалы, жер планетасы магниттік тартылысқа негізделген ең энергиясы мол планета. Мұнда сіз көп ауруларды табиғат күші мен энергия арқылы жеңе аласыз. Сатурн, Плутон планетасы да көп МРТ сканер сияқты аппараттармен танымал. Алайда бұл аппараттар алдағы уақытта жерге қажет болмайды. Себебі адамның көзі мен санасы қазір өзінен өзі сканер секілді әрекет етіп бастап кетті. Қай жеріңіз ауыратынын сезіп, бәрін анық көре аласыз. Енді жерге жоғарғы әлемнен жаңа аппараттар келеді. Олар зымыран түрінде ғарыш кеңістігіне ұша алатын нағыз құрылғылар. Ұшу аппараттары көбейеді. Қалалар арасына жеке көлік іспеттес шағын ұшақ тәрізді аппараттар шығады. Бір-екі адамның гравитацияға бейімделген ұшқыш құрылғылар алдағы 1-2 жыл ішінде қолданысқа енеді.
қасымыздағы періште тәлімгерлер мен өз рухымыз көп сөйлегенді қойыңдар деп жатыр. Нақты тіршілікке, әрекетке көшіңдер дейді. Үйдегі жандарыңыздағы адамдарға көңіл бөліңдер, баланың, немеренің тәрбиесіне назар аударыңдар деген жолдама айтып жатыр. Бұл ойланарлық жағдай. Қазір сананың дамуы өте күрделі кезеңге өтті. Америкадағы Йеллоустоун жанартауы туралы жоғарғы әлемнен осы ғасырда оның энергиясы міндетті түрде оянады деп ескертуде. Бұл тек жер қойнауындағы процесс емес, бұл адамзат санасына әсер ететін ғаламдағы белгі. Американдықтардың жер іздеп жатқанының мәні де осында. Себебі бұл жанартау өте жақын уақытта, алдағы 2-3 жылда іске қосылады деген ақпарат бар ғаламнан. Соның салдарынан Америка табиғаты, жері мен климаты түбегейлі өзгереді. Тіршілікке жарамсыз аймақтар көбейеді. Қазір ғаламда жаңа әлемдік карта дайындалуда. Сол себепті бүкіл әлем қозғалысқа түсіп, жан-жақтан біздің елге ағылуда. Шетелдік президенттердің көптеп келу мәні осыда. Өйткені жоғарғы әлемде бәрі айқын. Алда өте көп өзгерістер болады. 7-10 жыл ішінде жердің бедері толықтай өзгереді. Ұйқыдағы адам болмайды. Ешқашан соңы болмайды. Кез келген аяқталу жаңаның бастауы ғана. Тіпті өлімнің өзі соңы емес, ол басқа бір ұлы жолдың ашылуы, болмыстың жаңа деңгейге көтерілуі. Біту деген ұғым жоқ, біту бастауға айналған сәт. Бұл дәуір, бұл күн, бұл сағат жаңаның басталуы, заманның ақыры емес, заманның басталуы. Күн рухтары оянды. Күннен келген биік тіршілік иелері 26 ақпанда Астана төрінде барлығыңызды жетелейді, күтеді. Бүгіннен бастап көздеріңізге көріне бастайды күн адамдары. Олар жап-жарық, таза энергиядан туады. Әрқайсының сіздерге арналған жеке жолдаулары бар. Бұл ғасырдың дерті. Соғыста басқасы да емес, бұл ғасырдың, дәуірдің дерті, емі де энергия. Дерті төмен энергия, емі жоғарғы энергия, дейді ғалам күштері. Ғалам қазір адамды қасиет жолына алып келгенде, егер күмәндансаңыз, өзіңіздің рухыңыздан келіп тұрған ақпаратқа санаңызбен сенбесеңіз, басты қысып, дірілдетіп жібереді, ауыртып, қысып жібереді. Себебі жоғарғы жақтан байланыста сіздің сеніміңіз маңызды. Рухтың ұлы миссиямен келген жандардың көргеніне күмәнданып, рас па өтірік пе деп сенбеген сәтінде тыныштық бермей бір орында отырғызбайды. Бұл қыспаны сезінбеу үшін шексіз сенім керек. Сенім болғанда бастың қысымы да, денсаулығы да, жайсыздық та бәсеңдейді. Ескі матрицада құлады. Биік рухтардың барлығы жүрегімен өмір сүруге бет алды. 26 ақпан 2026 жыл. Ең ғажап күн. Бұл күні бүкіл ғаламдық порталдар ашылады. Ғалам сізді шақырады. Ұлы абсолют шақырады. Біз сізді жаратушы мен шексіздікке атты ғаламдық тылсым семинарға шақырамыз. Бұл ұлы абсолютпен бірігу. Неге дәл Астана? Себебі Астана ел ордасы ғана емес, ол жер кіндігі, ол ғаламның ортасы. Дәл осы кезде рухани жолда жүрген, рухмен толық біріккен барлық жандарды ғалам жинайды. Астана төрінде саналар тоғысады, рухтар бір нүктеде түйіседі. Бұл семинарға келгенде сіз тек адам ретінде емес, рухыңызбен бірге өсесіз. Ішкі ояну басталып, өмір жаңа деңгейде өтеді. Тағдыр сызығы өзгереді, алдағы оқиғалар жазылады, жасырын қасиеттер ашылып, өз күшіңізді сезесіз. Бұл жерде ғаламдық күштер сіздің өр рухыңыз, сана мен жүрек клеткасы деңгейінде жұмыс жасайды. Бұл жай семинар емес, бұл өзіңді еске түсіру, бұл рух пен тәннің бірлігі. Талай тарихи жиындар өткен Хилтон Гарден қонақ үйінің төріндегі залда ғажап ғаламдық форум өтпек. Егер бұл сөздер жүрегіңізді қозғаса, демек бұл шақырту сіз үшін. Форумға тіркелу парақшаның соңында көрсетілген Instagram парақшасына және WhatsApp нөміріне жазыңыз.
Астана жаңа тағдыр қаласы. Бұл биіктеп өсуге арналған, ниет пен істің тоғысқан мекені. Оның энергиясы да дәл сондай қозғалысқа шақырады. Тоқтап қалмауға үйретеді. Астана адамды құр жатпауға, сынбауға, құстай самғауға баулиды. 26 ақпан жеке адамдардың ғана емес, ғаламның, планетаның, тіпті ұлттардың тағдыры жаңа арнаға бет бұратын күн. Энергия қатты көтерілуде, тәндегі өзгерістер өте ауыр өтуде. Ғаламдық энергия алдымен адамның сүйектеріне түсіп, әрбір клеткасына өтеді де, бойдағы барлық қорқынышты алып тастайды. Соның әсерінен бас ауруы, бас айналу, құсу, ұйқысыздық немесе керісінше қатты ұйқы келуі мүмкін. Бұл клеткалардың жаңа үдерісі. Қазіргі уақытта мұндай жағдай қалыпты құбылыс. Себебі адамның жоғарғы әлемдегі қанаттарының саны көбеюде. Физикалық денеміз жоғарғы әлемдегі рухтық дамуына ілесе алмай жатыр. Өйткені рухтарымыз өте тез дамып, деңгейін жылдам көтеруде. Ал физикалық тән сол рух энергиясына және ғаламдық жұмысқа шыдас беруде қиналуда. Қазір рухтардың құлақ арқылы есту қабілеті де қатты күшейді. Егер құлағыңызда вибрация немесе шу естілсе, бұл құлақ арқылы есту қасиетіңіздің ашылғанын білдіреді. Қазіргі кезде күн сайын адамның жаңа бір қасиеті ашылуда. Кез келген жаңа энергияны алдымен табиғат ана мен адам тәні сезіп, қабылдап үйренеді. Табиғат жаңбыр, қар, боран арқылы өзгерістің келгенін білдіреді, ал адам тәні ауырып, содан кейін жеңілдейді. Бұл ғалам заңдылығы. Осылайша біз жаңа тербеліске үйреніп тазарамыз. Табиғатта, жанда, тәнде бейімделеді. Бүкіл галактика 26 ақпандағы ұлы өзгерістерге бет алды. Отбасын түгел қиратып, ұяны бұзу әрқашан оңай. Ал сол күйрегенді қайта тірілту тек мықты рухты адамдардың қолынан келеді. Сіздер өмірге қайта тірілту үшін келдіңіздер, қирату үшін емес. Әрқайсыңыз сол қайта тірілту миссиясын жасаудасыздар. Қазір рухтарыңызбен бірге. Өмірдің әр сәтінен ләззат алу маңызды. Біз қазір даму деген осы деп алға қарай жүгіріп барамыз. Бірақ қайда бара жатқанымызды өзіміз де түсінбейміз. Өмір деген нәтижеден емес, сол нәтижеге жету жолынан, процестен рахат ала білу, қуана білу, бар болу, қазіргі сәттің күйін сезіне алу. Ғалам былай дейді: егер дәл қазіргі уақытта, дәл бүгінгі күйіңізді сезіне алмасаңыздар, ертеңнен тыныштық табу мүмкін емес. Бүгінді сезініңіздер. Қасиетті қалай мойындау керек? Оның жауабы өз ішіңізде, жүректегі ойыңды тыңдау. Бір кезде үміт артқан армандарды, мақсаттарды, сені қуантқан, тірі еткен дүниелерді еске түсіру. Жүрекпен мойындау деген осы. Қасиет деген адамның өзі. Өзіңді мойындау, өзіңе не керек екенін білу. Бұл өз болмысыңды да, қасиетіңді де мойындау. Жылдар бойы іште тұншыққан баланы қайта тірілту. Бала көңіл барлығымыздың ішімізде бар. Ол бір кезде армандады, ол бақытты болуды қалады. Сол ішкі үнді, баланы тірілтудің мәні өзіңе қайта оралу. Ғалам енді тек өз қасиетіңіз арқылы ғана дамытады. Көмекші құралдардың барлығын алып тастайды. Енді тек өз тәніңіз, екі қолыңыз құрал. Қосымша әдіс саналатын ілімдердің дәуірі өтіп бара жатыр. Тірі ілім сіз өзіңізсіз. Ғалам тек сіздің тәніңіз арқылы ғана жұмыс жасайды. Адамды көзбен көріп, санамен сезіне отырып, оның санасына әсер етіп, ішкі күйін өзгерте аласыз. Сондықтан тек өз ішкі күшіңізге, өз қасиетіңізге көңіл бөліңіз. Рухтық қасиетіңізді ашып дамытыңыз. Басқа қосымша оқыған ілімдер дәуірі өтеді. Тек өзіңіз. Тірі ілім, тірі құрал. Сіз ғаламның ілімі құрал. Сіз арқылы энергия өтеді. Сондықтан тек өз ішкі күшіңізге, өз қасиетіңізге көңіл бөліңіз. Рухтық қасиетіңізді ашып дамытыңыз. Басқа қосымша оқыған ілімдер дәуірі өтеді. Тек өзіңіз. Тірі ілім, тірі құрал. Сіз ғаламның ілімі құрал.
сіз арқылы энергия өтеді. Ғаламдық кеңістік мынаны айтады: енді жаппай рухтардың қасиеті ашылады. Әркім өз қасиетін дамытуға бет алады. Қасиет жүрек арқылы ғана дамиды. Рухтардың жерде жан ретінде жанталасып ізденіп жатқан мәні осында. Бойыңыздағы, клеткадағы бүкіл қасиетті ашу ғана маңызға ие болады. Ұйықтауға уақыт жоқ дейді. Клеткаларыңызда сақталған бақсылық, көріп келдік, есту, көру, сезу, емдеу қасиеттері біртіндеп ашылады. Сонымен қатар адам бойында мынандай қасиеттер де бар: интуиция, жүрекпен сезу, энергияны көру және сезу, сөзбен, ниетпен әсер ету, дұға арқылы тазарту, қол арқылы жылу беру, жанды тыныштандыру, ақпаратты түс арқылы алу, болашақты сезу, кеңістікті сезіну, адам күйін алыстан тану, үнсіз емделу, оймен бағыттау, жүрек арқылы байланысу. Бұл қасиеттердің барлығы ақылмен емес, жүрекпен, тазалықпен, ниетпен ашылады. Қасиет сырттан келмейді, ол адам бойында ежелден бар.